Адамның да жаратылу мақсаты бар. Өте қысқаша айта салайын. Ер азаматтың, мен өсіп кеткен жастарға айтарым да, қазір жастар сол телефонға қызығып жатыр, тез байып кетсем дейді, тез не етіп кетсем дейді. Тез бірден бола салған нәрсені қадірмайды. Тез болу үшін бірдеме орнатты кейбір кездерде. Бәрі тез бола алатын болса да, еңбекпен, маңдай термен келген нәрсенің берекесі болады. Енді түсінем, білем деген, үйренем, естейм, тыңдайым деген жігіттерге ғана айтып жатқаным ғой енді. Сонда ұл балдардың жаратылу мақсаты үшеу. Бірінші, Алла жаратты ма мәке адамды? Алланы тану. Ол жерде қазақ бүйтіп айтады, адамды таныған адамды ренжітпейді, Алланы таныған Алланы ренжітпейді дейді. Сондықтан Алланы тану, білім алу, кәсіп меңгеру. Яғни білім алудың ішінде жаңағыдай намаз дәрет те бар оның ішінде. Ол да білім ғой негізінде, қосыл. Ал екінші міндеті қарт ата-анасы мен әйел бала шағасының жағдайын жасау. Қарасу, бағу, ар намысын қорғау, жылы үймен қамтамасыз ету, ауырып қалса емдету деген сияқты мәселе. И әрқайсысына көңіл бөлу, әкесіне де, анасына да, әйеліне де, баласына да, қызына да көңіл бөлу. Үшінші, ер адамның жаратылу мақсаты өзі тұратын елді мекендегі жетім жесірге ағайындармен араласып, көршімен тату болып, қарттарын құрметтеп, қиналғанына қолынан келгенше қуантуға тырысып, сол елдің балдары оқитын жердің болуы, сол елдің жүріп тұратын жолының дұрыс болуы, сол елдің өтетін көпірі болуы, сол елдің емделетін жері болу деген сияқты сол елге қажетті болған нәрседе әрбір ер азаматтың қол ұшы үлесі болуға тиіс. Енді қызығы мынау, әрбір ер азаматты Алла Тағала жаратқан кезде мынаған да үлгеретін, Аллаға да намаз дәрет қосылды, білімін кәсіпке де, әкесіне де, анасына да қарап, әйеліне де, баласына да қарап үлгеруге, достарына да, ағайындарға да, жетім жесірге де, қарттарға да сол елдің керек нәрсесіне, қажетіне үлесін қоса білуіне ер азамат біліммен өзінің уақытын дұрыс пайдалана отырып, мұның бәрі не қыла алады? Үлгере алатындық етіп жаратқан Алла Тағалам.